Бірінші нұсқа. А квадраттан 25 өрнегінің мәнін табыңдар. Мұндағы минус 5. Аның орнына минус 5 қойып есептей саламыз. А квадрат 25 тең минус 5-тің 2 дәрежесі. Минус 5-тің квадраты 25-ке тең. 25-ті 25-ке бөлсек 1 шығады. Сонда жауабы 1. Екінші есеп. Жақшаны ашып есептеңіз. Бірінші жақшаны ашып алайық. 2,1 азайтылған 4,4 қосылған 6,9. Енді мен есеп оңай шығу үшін 2,1 мен 6,9-ды қосып алам. Екеуінің қосындысы маған 9 береді. Сонда 9 азайтылған 4,4. Ол деген сөзіміз 9-дан 4,4 азайтсақ, бізде 4,6. Жауабы 4,6 шығады. Үшінші есеп. Есептің шығару өрнегін құрастырыңдар. Қайықтың меншікті жылдамдығы x км сағат, өзен ағысының жылдамдығы y км сағат дейді. Қайық өзен ағысымен дейді. Өзен ағысымен жүрген кезде бізде қосылады жылдамдықтар. 2,5 сағатта қанша қашықтықта жүріп өтеді? Берілгені. Үшінші есеп. Бізде v жылдамдықты өзен ағысымен кейін меншікті деп жазамыз. Меншікті жылдамдығы ол деген сөзіміз x км сағат. В өзен ағысы ол y км сағат. Уақыт тымыз 2,5 сағат. Енді S-ті анықтауымыз керек. Енді формуламыз S тең V көбейтілген T. Сонда бізде S тең V меншікті қосылған V өзен ағысы көбейтілген T. Меншікті жылдамдықтың орнына X-ті қоям. Сонда X қосылған Y көбейтілген 2,5. Сонда өрнегіміз осы болады. Төртінші есеп есептеңдер дейді. Мен бөлшек түрінде есептейін, сонда есебіміз оңай шығады. 2 минус бізде плюс береді. Көбейткен кезде минустар тастап кетемін. Сонда 100-ден 114 көбейтілген 10-нан 25. Екеуі 25 пен 100 қысқарады, 4 бір болады. Сонда 114 бөлшектің бөлімінде 40. Ол деген сөзіміз 2,40-тан 34. 40 пен 34 қысқартып жіберем. 20-дан 17. Енді үтір түрінде жазайын. 2,17-ні 20-ға бөлсек 85. 2,100-ден 85 шығады. Келесі екіншісі де. 2 минус плюс береді. Бұл жерде де тастап кетемін. Бірінші 12-ден 49 бөлінген 6-дан 7. 12-ден 49 көбейтілген. Екінші бөлшектің алымы мен бөлімі орын ауыстырады. Қысқаратын сандарды қысқартып жіберемін. Мына жер 6. 12 мен 6-ны қысқартам. 7 мен 49 қысқартам. 2-ден 7. Ол деген сөзіміз 3,5 тең. Жауабымыз 3,5. Келесі 5-ші өрнектің мәнін табыңдар дейді. Бірінші таңбаларды есептеп алайықшы. 2 минус плюсты береді, плюс пен минусты береді, минус пен минус плюсты береді, плюс пен минусты береді. Сонда теңдік минус таңбалы шығады.
Келесі бірдей сандарды қысқартып жіберейік. 2 мен 2 қысқарады, 1 болады. 3 пен 3-ті қысқартам, 4 пен 4-ті, 5 пен 5-ті қысқартып жіберем. Сонда бізде бөлшектің бөлімінде 8 қалды, ал алымында 1 қалды. Жауабымыз минус 8-ден 1 шығады. 6-шы есеп: шектеусіз периодты ондық бөлшекті жай бөлшек түрінде жазыңдар дейді. Тең 10 қосылған, жақшылашамын. Мен үтірден кейінгі 5 бүтін периоды 3-ті айналдырамын. Ол деген сөзіміз 0,5 көбейтілген 10, жақшаны жауып 10-ға бөлейм. Тең 10 қосылған. Енді 0,5-ті 10-ға көбейткен кезде 5 шығады. Ол деген сөзіміз 5-тен 3 бөлінген. Мына жердегі 5-тен 3 бізде период. Бөлінген 10. Тең. Бірінші 10. Енді мына жердегі жақшаның ішіндегі 3-ті бөлшек түрінде жазып алайық. Қосылған. Мына жерде 3 пен 9 қысқарады. 3 жазылады, сонда 5-тен 3-тен 1 болады. Бөлінген 10. Тең 10 қосылған 3-тен 16 көбейтілген 10. 10-нан 1. Мен бөлуді көбейту түрінде жаздым. Тең 10 қосылған 30-дан 16. 2-ге қысқартып жіберемін. Сонда 10 қосылған 8-ден 15 шығады. 2-ге бөліп тастаған кезде. 15, мына жерімізде 8. Сонда жауабымыз бізде 10,15-тен 8 шығады. Келесі 7-ші есеп: теңдеуді шешіңдер дейді. Бірінші жақшаны ашып аламын. Берген жазбай қояйын. Минус 8,4х. Минус пен плюс минусты береді. Минус 19,6. Азайтылған 4,2 тең 1,4. Енді х-тарды бір жаққа, сандарды бір жаққа жинайым. Тең болады 1,4 қосылған 19,6 қосылған 4,2 болады. Минус 8,4х тең. Сонда бар сандарды бір-біріне қосып шығамын. Сонда бізде шығады 25,2. Енді х-ті табу үшін бөлемін. 25,2-ні 8,4-ге бөлем. Минус таңбалы. Жауабымыз 3 шығады. Сонда х тең минус 3-ге тең. 8-ші есеп: есептеңдер дейді. Бірінші жақшаның ішін орындаймын. Бірінші жолымыз минус 2,5 азайтылған 1,6-дан 5 минус 10-нан 25 азайтылған 6-дан 11. Ортақ бөлім беремін. 10-ға да 6-ға да бөлінетін сан 30. Бірінші бөлшекті 3-ге көбейтем, екінші бөлшекті 5-ге көбейтем. 25-ті 3-ге көбейткен кезде минус 75. Ал 11-ді 5-ге көбейтсек 55. Минус 55. Тең 30-дан екеуін бір-біріне қоссақ 130. Минус 130. Ол деген сөзіміз бізде 10-ға қысқартып жіберем. Минус 13-тен 3.
Келесі, енді бөлем осы санды. Минус 3-тен 13 бөлінген 1,9-дан 4 тең минус 13-тен 3 бөлінген 9-дан 13. Енді бөлуді көбейтуге айналдырамын. 9-дан 13. Екеуі қысқарып кетеді. 3-тен берем, 1-ден берем. Сонда жауабымыз минус 3 шығады. Келесі, мен көбейтуді орындаймын. 3-тен көбейтілген 2,4-тен 1 минус таңбалы. Мына жерімізде минус таңбалы бізде. Тоғыздан 27-ге 5-ті қоссақ, 32 көбейтілген 4-тен 9 қысқартамыз, тең болады 1,8. Сонда жауабымыз 8 шығады. Келесі енді сонда біз минус 3 пен 8 қосамыз, 4-шісі. Минус 3 қосылған 8 тең 5-ке. Жауабы 5 шығады.